Сәлем достар, мен бүгін обедке қаттан маннан жасайын деп жатырмын. Өте дәмді, істеп көрсеңіздер болады. Бірінші жылы суымызды қосып аламыз, тұзымызды қосамыз, жақсылап араластырып алып, қамыр илейтін боламыз. Жақсылап араластырып, содымызды, дрожжымызды барлығын араластырып, мен тоңмай алдым, тоңмайды ертіп, пістемаймен араластырып қойдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Өте қатпарлы, күшті болады. Және жақсылап араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, мен бір зуаладай жасадым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Және жақсылап илеп, кәдімгі қамырдың нанындай қылып илейміз. 5-10 минут қойып қоямыз салафанға салып. 5-10 минуттан кейін тағы да бір қайтарып қоямыз. Да қайтып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз жұмсаған кейін сосын жая берсек болады. Өте дәмді, әрі тез болады. Ашытпаймыз. Сразу істей береміз 5-10 минуттан соң. Істеп жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, әрі жұқа етіп илейсіздер. Жұқа болсын қамырларыңыз. Тоңмай мен пістемайды араластырған майды ішіне жақсылап жағып шығамыз. Барлық жеріне майлар тию керек. Сосын оқтаумен орап аламыз. Орап болған соң жақсылап екінші жағына жағамыз. Сосын қамырын кесесіздер ғой, сол сияқты кесіп аламыз. Менде зуалам кішкене болды, сол үшін мен 4-ке бөлдім. Өздеріңіздің қалауларыңызша бөле берсеңіздер болады. Сосын менде 4-еу шықты. 4-еуін сәл 5 минутқа тұндырып алып, сосын шетінен жайып пісіре береміз. Қалың қылмаймыз, жұқа қылмаймыз, орташа болады. 4-еуінде жайып болған соң, пешімізге үстіне жұмыртқа жағамыз да пісіріп аламыз. Жақсылап жұмыртқаны барлық жеріне тигізіп салып, пешке саламыз. 250 градуста қып-қызыл осындай қаттама піседі. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.